Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы комбинаторика элементтер және ықтималдықтар теориясы. Яғни комбинаторика есептер, қосынды ережесі және көбейтінді ережесі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ықтималдықты қосу және көбейту ережелерін есептер шығаруда түсіну және қолдану. Комбинаторика деп атқанымыз дискретті объектілерді, жиындарын және олардың арасындағы қатынастарды зерттейтін математикалық бір бөлім. Яғни комбинаторика математиканың негізгі саласы деп айтсақ та болады. Яғни ол алгебра, геометрия және ықтималдық теориясымен тығыз байланысты. Яғни комбинаторика терминін 1666 жылы Лейбниц енгізген. Анықтама. Шектелген жүйенің элементтерінің қандай да бір ережелер бойынша әртүрлі комбинациялар құрастырылатын және олардың санын табылатын есептерді комбинаторикалық есептер деп атайды. Комбинаторикалық есептерді қарастыратын математиканың бөлігі ол комбинаторика деп аталады. Мысал, қазақ, орыс, ағылшын, неміс, қытай және француз тілдерінің ішінен бір тілді осы тілдердің ішінен екінші бір басқа тілге аудару үшін қанша сөздік құрастыруға болатынын анықтаңыз дейді. Енді анықтап көрейік. Бұл жерде 6 тәсіл болады, яғни қазақша, орысша, қазақша, ағылшынша, орысша, қазақша, орысша, қазақша, ағылшынша, қазақша және ағылшынша, орысша. Енді бұдан шығатын түйін. Яғни бұл бізде атап өткендей қосу және көбейту ережесінің тұжырымдамасы деген тоқтаймыз. Яғни қосынды ережесі. Екі жиынды біріктіріп элементтер санын табуға мүмкіндік береді. Яғни егер x және y жиындарының ортақ элементі болмаса, және x жиынның a элементі, y жиынның b элементі болса, онда x және y элементтерінің жиындарының бірігуі a қосылған b элементінен тұрады. Енді осыған бір мысал қарастырайық. Сыныпта 12 қыз бала және 15 ер бала бар дейді. Сыныпта қанша оқушы бар? Ал енді осы есептің шешуін қарастырайық. Шешуі, яғни x санындағы қыз балалар жиыны, яғни ол a 12 элементтен тұрады, және y сыныптағы ер балалар жиыны, ол b 15 элементтен тұрады. Яғни бұл жерде біз қосу ережесі қолдана отырып, яғни 12 қыз бала мен 15 ер баланы қосындысын қоса отырып, сыныпта барлығы неше оқушы бар екенін табамыз. Яғни жауабы 27 оқушы. Келесі. Енді көбейтінді ережесі. Егер x элементі тиісті x жиынның элементін m тәсілмен, y элементі тиісті y жиынның элементі k тәсілмен таңдауға болса, онда x және y шұғын m көбейтілген k тәсілмен табуға болады. Мысалға, әртүрлі 5 конверт және әртүрлі 4 марка бар. Маркаларды қанша тәсілмен конверттерге желімдеуге болады. Енді есептің шешуі. Яғни x конверттер жиыны, яғни m 5 элементтен тұрса, y маркалар жиыны k 4 элементтен тұрады. Яғни бізде көбейту ережесі бойынша m көбейтілген k, яғни 5 мен 4-ті көбейтсек 20. Яғни жауабы 20 тәсілмен. Олай болса, құрметті оқушылар, оқулықпен есептер шығарайық. Номер 22-ден бірінші есеп. Егер дүкенде алманың 4 түрлі сорты және алмұрттың 3 түрлі сорты бар болса, онда 1 килограмм алма немесе алмұртты қанша тәсілмен алуға болады дейді. Ал кім шығады оқушылар? Кел Алтынай. Бұл есепте біз қосу ережесін қолданамыз. Жақсы. Жақсы, рахмет. Келесі 22-де екінші есеп. Егер дүкенде кәмпиттің 8 түрлі сорты және тәтті нанның 10 түрлі сорты болса, онда 1 килограмм кәмпит пен 1 килограмм тәтті нанды қанша тәсілмен алуға болады? Енді есептің жауабын тексеріп көрейік. Яғни бұл есепте біз көбейту ережесі қолдана отырып, яғни бізде берілген 8 түрлі кәмпит пен 10 түрлі тәтті нанның көбейтілісі арқылы табады. Яғни 8 бен 10-ды көбейтсек 80, яғни жауабы 80 тәсіл.
Ал енді құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорыта келе, яғни бүгінгі сабақта БББ әдісі арқылы сабақты қорытынды. Яғни білгенім, білдім, білгім келеді. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа белсене қатысқан оқушыларды бағалап жіберейік. Алтынайға қандай баға береміз? Барлығымыз қандай баға береміз? Тамаша, тамаша. Және Маржанға қандай баға береміз? Жақсы.